толмаған балаларға арналған фильм. Сәулелі ояу салысы, мейірімді қаршадай кішкентай қыз. Қолдайды батыр аңыз бабасы, таңырқап қараймыз біз. Досқа адал, жауға адал, шуақтанып таңың атар. Біздің жібек, күшті мықты, біздің жібек, бабамдай рухты соғар жүрек. Батыр жібек, жеңілуді білмейді тіпті. Алдыңғы бөлімде полиция қызметкерлері ұстай алмай жүрген ұрыларды жібек оп-оңай ұстап әлемге көмектесуін жалғастыруда. Бірақ сол уақытта Шолпан жібекті іздеп бүкіл қаланы шарлап жүрді. Жібек өзінің соңынан үлкен қара күштің түсіп, алдында оны сан түрлі тосын сыйлар күтіп тұрғанынан бейхабар еді. Өзінің кішігірім жетістіктеріне қуанып, дастанмен бөлісіп тұрғанда бір ғажайыпқа куә болды. Тылсым күшіне қарсы тұрар нәрсенің барын байқады. Сол уақыттарда Шолпан да жібекті қалай табуға болатынын біліп, екеуінің кезгер уақыты жақындай түседі. Сәлем жібек, бүгін уақытың болса менің жаңа туындыларымды сынақтан өткізейік. Сәлем. Жоқ, бүгін аяндармен саябаққа барамыз. Солай ма? Онда сол жерге алып барайын да? Жоқ, ол жақта. Жарайды, барған соң хабарласам. Қызым, тамағың суық болатын болды ғой. Жақсы, әке, қазір бара жатырмын. Әке, мен бүгін достарыммен саябаққа барсам бола ма? Әрине қызым, барып кел. Анаңмен сөйлескім. Қазір жұмыстары көп екен. Кешке хабарласатын болды. Қызметтік сапары осынша ұзақ болады деп кім ойлаған? Жақсы, 5-ке дейін үлгеріп келсең болды. Жақсы, әке, 5-те үйде болам. Ұры, ұстаңдар! Қайда жүрсің? Бір келетін уақытың болды ғой. Әке, мен кеттім. Жақсы қызым, кешке кешікпей кел. Жарайды. Алло? Не? Қазір барам. Тағы не болды? Қойшы, тек бүгін емес. Бүгін мен саябақта достарыммен ойын ойнайым ғой. Мазаламаш. Қап, саған не болды? Тура керек кезде көтермей, қалаға қауіп төнген сияқты. Сен қоршаудасың. Қаруларың тастап, қолыңды көтер. Мә! Әліне қарамай бұйырып қояды. Анау батыр сымақтарың қайда? Әлде... Қазір бәрі жиналсын. Иә, тағы кімдер бар? Жібек, Міне өздері де келді. сәлем. Не істесем екен? Жібек те дәл керек кезде телефонын көтермей қойған нес? Ендеше мен де саябаққа барайын. Сол жерден табармын. Қызық, адамдардың бәрі қайда кеткен? Ғарыш қашып кеткен бе? Жібек келетін болған соң қашып кеткен шығар. Жібек!
Саған арнап жасаған сыйлығым ұнады ма, балақай? Ақыры келдің бе? Сені көру арман болды ғой. Мені сонша күткенің қызық екен. Әдетте қылмыскерлер мен келмес екен деп тілейді. Менің мақсатым басқа. Мен өзіме тиесілі нәрсені іздеп басқа әлемнен келдім. Ал ол дәл қазір менің алдымда. Соны жай ғана бере салсаң, қазір-ақ кетем. Ал бермеймін десең, өз обалың өзіңе. Мен сені түсінген сияқтымын. Сен менің таяғымды іздеп келген сияқтысың ғой. Маған сенің бойыңдағы тылсым күш керек. Қысқасы, көп сөзді қойда, күшті иесіне қайтар. Егер сен сондай керемет болсаң, бұл күшті менен оп-оңай қайтарып алатын шығарсың. Бірақ өмірде оңай ештеңе жоқ. Аз да болсын еңбектенуге тура келеді. Оған да көндік. Жай сөзді түсінбейді екенсің, мен саған көрсетейін.